Жақсы ойламайтын адам өмірден жиіркенеді. Сіз тек денеде емес, жан дүниеңізде өмір сүретініңізді есте сақтаңыз. Сізде әлемдегі барлық нәрседен күшті нәрсе бар екенін есте сақтаңыз. Кез келген қиын жағдайдан бірден шығасыз. Тәніңіз қимылда, ойыңыз тыныш, жаныңыз тау көліндей мөлдір болсын. Кейде сіз жай ғана демалып, кім екеніңізді және кім болғыңыз келетінін еске түсіруіңіз керек. Өмірдегі ең бастысы тағдырдың барлық бұрылыстарын сәттілік иректеріне айналдыруды үйрену. Өткенді еске түсірме, енді ол жерде болмайсың. Сөздерің қаншалықты әдемі болса да, іс-әрекетіне қарап бағаланасың. Есіңізде болсын, бірінші қадамды жасаған кезде пайда болатын сезім, ол қандай болса да, сіз жай отырғанда алған сезімнен әлде қайда жақсырақ болады. Сондықтан тұрып бірдеңе жасаңыз. Алғашқы қадамды жасаңыз. Тек алға қадам жасаңыз. Көпшілік өмірді ертеңге қалдырып, өмір сүруге үйренген. Олар жасайтын, үйренетін алдағы жылдарды еске сақтайды. Олар алда көп уақыт бар деп ойлайды. Бұл адам жасайтын ең үлкен қателік. Расында бізде уақыт өте аз. Өмір кеше, бүгін және ертең 3 күн. Кешегі күн өтті, және сіз ондағы ештеңені өзгертпейсіз. Ертең әлі келген жоқ. Сондықтан өкінбеу үшін бүгін абыроймен әрекет етуге тырысыңыз. Ешқашан уақытты кері қайтармаңыз. Бұл сіздің қымбат уақытыңызды өлтіреді. Бір орында тұрмаңыз. Сізге мұқтаж адамдар сізді қуып жетеді. Жаманды іздесең, міндетті түрде табасың. Жақсылығын байқамайсың. Сондықтан егер сіз өмір бойы ең нашар жағдайды күтіп дайындалсаңыз, бұл міндетті түрде болады. Және сіз өзіңіздің қорқыныштарыңыз бен қорқыныштарыңыздан түңілмейсіз. Оларды барған сайын растай аласыз. Адамдар жиі ақмақтық немесе жалқаулық арқылы өз бақыттарын сағынып жатады. Сіз өзіңізді қалай қабылдағаныңыздың арқасында сіз қандайсыз және кімсіз. Өзіңіз туралы ойыңызды өзгертіңіз, және сіз өміріңізді өзгертесіз. Әр ер адам өзінен гөрі өзіне сенетін әйелді сайлайды. Біз әдеттеріміздің құлымыз. Әдеттеріңізді өзгертіңіз, өміріңіз өзгереді. Ешбір жағдайда үміт үзбеу керек. Үмітсіздік сезімі сәтсіздіктің шынайы себебі болып табылады. Есіңізде болсын. Сіз кез келген қиындықты жеңе аласыз. Адамдар жалқаулықпен өзіне қамқорлық жасауды ұмытып кеткен кезде қиындық туындайды. 100 рет естігеннен 1 рет көрген жақсы. Ақша адамдарды бөтен етеді. Жақсы сөз айту, мейірімді болу дегенді білдірмейді. Адамды сыртқы түріне қарап бағалай алмайсың, бірақ ол сөйлей салысымен ол туралы бәрі бірден анық болады. Мағынасыз сөйлегенше үндемеген жақсы.
Мақсат біреу, бірақ оған жетудің жолдары әртүрлі. Екпеген жерден жеміс сұрама. Уақыт босқа кеткенді ұнатпайды. Өзімізге деген сенімсіздік біздің сәтсіздіктеріміздің негізі болып табылады. Біз мадақтаймыз немесе айыптаймыз. Олардың біреуі немесе екіншісі бізге ақыл ойымыздың тамашалығын ашуға көбірек мүмкіндік береді. Саяхат адамның ішкі әлемін өзгертеді. Уақыт босқа кеткенде ұнатпайды. Адамның басқаларды қалай ренжітетінін тыңдаңыз. Ол өзін осылай сипаттайды. Мәселені тудырған санамен мәселені шеше алмайсың. Қалағандар мүмкіндік іздейді, қаламайтындар себеп іздейді. Өмір бұл қазір, ол кеше немесе ертең емес. Бұл әлемде неше түрлі тағдыр бар, сенің тағдырың жалғыз, оны бүлдіріп алма. Адамға берілген ең үлкен қазына үкім мен ерік. Оларды қалай пайдалану керектігін білетін адам бақытты. Неге сенсең, соған айналасың. Егер сені мақтаса, онда білгенің жөн. Сен әлі де болса өз жолыңда емессің. Басқалар үшін ыңғайлы жолдасың. Жаман деп жүргенімізді жақсы деуге батылымыз жеткен күні біздің өмірімізде ұлы кезеңдер басталады. Кейде күдіксіз сену өтіріктен де жаман. Егер сен биікке шыққың келсе, тек өз аяғыңмен ғана шық. Басқалардың сені биікке көтеріп шығуына жол берме. Бай адам қоңыраулы мысық секілді. Тышқандар оның қайда не істеп жүргенін біліп отырады. Адамдарға ықпал етудің құпиясы сөйлей білуде емес, жақсы тыңдаушы бола білуде. Кім өзіне өзі сенбесе, сол әрқашан өтірік айтады. Адамдар қарапайым ақиқатты елемегендіктен көп азап тартады. Артымнан айтылған жалған, жала сөздерге ешқашан мән беріп көрген емеспін. Өтірік сөзге күйіп пісудің не қажеттілігі бар? Айлалылар білімді жек көреді, ақ көңілдер оған таңырқайды, ақылдылар оны пайдаланады. Біреу бүгін көлеңкеде демалып жатыр, себебі бұдан бірнеше жыл бұрын біреу ағаш отырғызды. Жұмысты жалғастыра беріңіз, көзді жұмған күн сіздің арқаңызда жарқырайды. Егер сіз күннің соңында сіз таңертең білетін нәрсені білесіз деген қорытындыға келсеңіз, бұл сіз дұрыс емес нәрсені істеп жатқаныңызды білдіреді. Егер сіз наубайшы болғыңыз келсе, наубайшыдан үйреніңіз. Егер сіз миллионер болғыңыз келсе, миллионерден үйреніңіз. Қанша жерден дарынды болып нәтижеге жету үшін барыңызды салып жатсаңыз да, уақыттың билігінен аса алмайсыз. 9 әйеліңіз жүкті болса да, 1 айдан кейін балаға қол жеткізу мүмкін емес. Адамның 3 қасиетін іздеңіз: ақыл, қуат және адалдық. Егер оның соңғы ерекшелігі болмаса, қалған екеуі туралы да алаңдамаңыз.
Есте сақтаңыз, бұл күн айырбастауға және қайтаруға жатпайды. Мүмкіндік өте сирек кездеседі, бірақ сіз оған әрдайым дайын болуыңыз керек. Алтын аспаннан құйылған кезде сізде оймақтай шелек емес, үлкен шелек болуы керек. Әр таңды өміріңнің басы, ал әр кешті өміріңнің соңы деп есепте. Балаға кішкене мейірім көрсетсеңіз, ол сізге еселеп қайтарады. Талғам дегеніміз адам руханиятының көрінісі. Сіз маған нені жақсы көретініңізді айтсаңыз, мен сізге кім екеніңізді айтамын. Нәтижелі еңбектің сыры ең жақсы нәрсеге ұмтылу емес, жағдайға қарай әрекет етіп, шамаң жететін іспен айналысу. Арнама тіркеліп өтіңіз. Комментарийға өз пікіріңізді қалдырып өтсеңіз қуанып қаламын.